Баршаға сәлем достар. Әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін ерекше типажды актер, сценарист әрі продюсер Джейсон Момоа туралы ақпарат беретін боламыз. Бұл актерді біреулер Аквамен образымен танылса, кейбірі Тақтар ойыны сериалындағы Khal Drogo образымен де танып қалған. Ол қалай танымал болды? Әйелі кім, неге әлі күнге дейін үйі жоқ? Осы видеодан толық біле аласыздар. Ендеше бастаймыз. Джозеф Джейсон Намакьяха Момоа 1979 жылы 1 тамызда Гавай штатының Гонолулу қаласында дүниеге келген. Оның анасы Кони фотограф болса, әкесі Джозеф Момоа суретші болған. Ол отбасындағы жалғыз перзент, әкесінің шығу тегі гавайлық, ал анасы Пауни деген аралас ұлттан екен. Десе де Джейсон өзінің гавайлықпын деп атайды. Өкінішке орай ол бала кезінде ата-анасы ажырасып кетеді. Бала Джейсон анасымен бірге Огайо штатына көшіп келеді және сол жердегі мектепте білім алады. Жасөспірім шағында ол альпинизмге қызығады, кейінірек табиғатта серуендеуді хоббиге айналдырады. 12 жасында Гавай аралының жағасында жүріп теңізге махаббат ашылады. Осылайша мектептен соң жергілікті колледжге түсіп, теңіз биологиясы мамандығында білім алады. Оның студенттік шағы өте қызықты өткен. Мысалы, көп елдерде саяхаттап, Парижде сурет салуды үйренсе, Тибетте буддизмді оқыған. Алайда теңізге деген қызығушылық оны Гавай аралына қайта алып келеді. Осылайша жағажайда жұмыс жасап, көп уақытын шомылумен өткізеді. Бұл уақытта есейген жігіт көптен бері көрмеген әкесімен байланысын жақсартып кездесіп тұрады. Джейсон Гонолулу колледжін аяқтап, кейінірек Колорадодағы университетте жабайы жануарлар туралы білім алады. Сымбатты жігітті бір күні жапондық дизайнер Такио Гугучи байқап қалып модель болуға шақырады. Бойы 1,93 сантиметрлі сымбатты жігіт аз уақыт ішінде фотосессияларға түсіп, сұлулық сайыстарына қатысады. Ал күнкөріс үшін серферлерге қажетті құралдарды сатушы болып қызмет атқарады. 1999 жылы ол Гавай аралында өткен жыл моделі премиясын жеңіп алады және алғаш рет Малибу құтқарушылары сериалына түседі. Ең қызығы, кастингке келген 1300 актердің ішінен режиссер қабілеті жоқ Джейсонды таңдап алады. Оның актерлық шеберлігі жоқ болса да өз рөлін керемет алып шығады. Айтпақшы, осы сериалға түскен Симон Маккинен есімді актрисамен көңіл жарастырады. Дәл осы қыз Джейсонды актерлық шеберлік үйірмелеріне апарып, жол көрсетеді. Оның артынша актер Гавайдағы той фильміндегі басты рөлдердің бірін сомдайды. Одан бөлек жартылай жалаңаш қыздармен бірге солтүстік жағалау фильмінде рөл сомдайды. Ал 2004 жылы Джонсон отбасының демалысы комедиясында эпизодтық рөлдердің біріне түседі. Фильм көрерменнің көңілінен шығады. Алайда Джейсонды шамалы болса да танымал еткен бұл жұлдыздар қақпасы Атлантида киносында Ронон Декс образы болды. Дәл осы рөл актердің фишкасы бола білді. Алайда басындағы ауыр парикпен сериалдың 5 маусымында ойнайын дегенше мойны қатты ауырған екен. Аталмыш сериал Джейсон Момоаның жұлдызын шақты. Оған бірнеше фильмдерге шақырту келеді. Ал жеке өмірінде актриса Симонамен бірге тұра бастайды, алайда заңды некеде болмайды. Олар 2006 жылға дейін жұп бола алады. Дегенмен айырылысып кетті. Бұл уақытта ол танымал әнші Ленни Кравецтің бұрынғы әйелі әрі актриса Лиза Бонамен көңіл жарастырады. Бір қызығы, Лизаны Джейсон бала кезінде телеарнадан көріп ұнатып қалған екен. Ал одан да қызығы, Джейсон Лиза түскен киноларды бала кезінен көріп ғашық болған. 2005 жылы олар джаз клубта танысып қалып, бұрыннан танитындай тез достасып кетеді. Олар кездесіп жүргенде Джейсонның бойы 2 метрге жуық, ал Лизанікі 1,50 еді. Ол күйеуінің жанында аласа екені қатты білінетін. Айтпақшы, Лизаның бұрынғы күйеуінен қызы бар. Сіздер оны жақсы танисыздар, ол актриса Зои Кравец. 2007 жылы Лиза мен Джейсонның Лола Айолани есімді қыздары өмірге келеді, ал 2008 жылы ұлдары өмірге келеді. Достар, Джейсонның ұлының есімін айтқым келмей тұр, себебі өте ұзақ. Сонда да сіздер үшін айта кетейік. Дайын болыңыздар. Накуа Вулф Манокуапа, Намекааха Момоа. Мына есімді төлқұжатқа қалай сыйғызды екен. Джейсон өгей қызы Зой Кравецпен де жақсарыласады. Тіпті екеуі де бірдей тату салдырған. 2008 жылы барда ішіп отқан Джейсон Момоаны белгісіз біреу сыраның күрішкісімен ұрып жарақаттайды. Дәрігерлердің айтуынша, ертерек ем жасамаған актер сол көзінен айырылып қалу мүмкін болған. Сол уақыттан бері оның сол жағындағы қасында тыртық пайда болады, ал ұрған адам 5 жылға түрмеге тоғытылады. 2010 жылы Джейсон
HBO киностудиясының кезекті бір сериалына шақыртып алады. Осылайша 2011 жылы Тақтар ойыны сериалының бірінші маусымында Хала Драго есімді жабайы тайпаның басшысын сомдайды. Аталмыш жоба әлем бойынша ең көп көрілген әрі қызықты сериалдардың көшбасшысына шығады. Ал Джейсонның образы ерекше екенін бәрі жарыса жаза бастайды. Ең қызық актер осы сериалда бірнеше рет ашық сахналарға түскен. Оның айтуынша тырдай жалаңаш болып киноға түсуге қатты қиналған екен. Жабайы тайпа басшысын ойнау үшін ол қатаң диетаға отырып, пицца мен сырадан бас тартады және спорт залда жаттығып денесін шығара бастайды. Осы сериалдың арқасында актер Жарқын жұлдыз деген кино марапатқа ие болады. Көп замай ол Конан Варвар киносында басты рөлді сомдайды, алайда бұл кино сәтсіздікке ұшырап табыс таба алмайды. Осы киноның премьерасында актер кинодағы жұбы актриса Роуз МакКоунмен сүйіседі. Журналистер олардың сүйіскен фотоларын жариялап, әйелі Лизамен ұрсып қалуына себепші болады. Тіпті олар ажырасып жатыр деген ақпараттар тарайды. Десе де екеуі қайта көңіл жарастырады. Сәтсіз кинодан соң Джейсонды фильмдерге шақырмай қояды. Сондықтан болар ол көп қарызданып банкротқа ұшырайды. Тіпті бір сұхбатында жеуге асымыз қалмады дейді. 2012 жылы Джейсон Момоа ардагер актер Сильвестр Сталлонемен тоқтаусыз триллеріне түседі және жаман образға еніп баскесердің рөлін сомдайды. Десе де бұл кино сәтсіздікке ұшырап табыс таба алмайды. Бұл уақытта Момоа достарымен ақылдаса келе Pride of Gypsies продюсерлік ұйымын құрады және 2004 жылы Палома жолы киносында тек басты рөлде ойнап қана қоймай, осы туындының сценарийін өзі жазып, өзі режиссерлік етеді. Тіпті әйел де басты рөлдердің бірін сомдайды. Актер әрмен қарай Бөрілер, Жөндеу, Қызыл жол фильмдеріне түрлі образдарға еніп, кино мансабын жалғастырады. Аталған фильмдер қомақты табыс әкелмесе де қарыздарын жауып, банкроттықтан құтылуға септігін тигізеді. 2016 жылы Джейсон Плохая партия, яғни жаман топтама триллерінде жауыз каннибалдың рөлін сомдайды. Фильм көрерменнің көңілінен шыға білді және $180 миллион табыс табады. Оның артынша бұл иттің ісі комедиясында жаңа образға енеді. 2016 жылы актер үшін табысты жыл болды. Себебі DC кинокомпаниясы Джейсон Момоаны ең үздік комикстердің бірі болған Аквамен рөліне шақырады. Джейсон Аквамен образы алғаш рет Бэтмен Суперменге қарсы Әділет таңы фильміне сомдайды. Аталмыш кинотуынды Марвел мен DC-дің көрермендері үшін керемет жаңалық болды. Себебі бұл киноның ішінде Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Флэш секілді комикстер бар еді. Сәтті шыққан фильм әлем бойынша $873 миллион табыс табады. Сол жылы Guinness компаниясы актердің атымен Mono Brew атты сыра сатылымын бастайды. 2017 жылы DC тағы да комикстердің басын қосып, Әділет лигасы фантастикалық фильмін жарыққа шығарады. Алайда қаншама комикстер болса да бұл кино сәтсіздікке ұшырап, көптеген сындар айтылады. Десе де $300 миллион шығын кеткен фильм екі есе табыс тауып өзін ақтайды. Сол уақытта DC компаниясы алдағы уақытта шығаратын фильмдеріне мұқият зерттеу жүргізу керектігін түсінеді. Бұл кинода тағы да Аквамен сомдаған актер $4 миллион қаламақы алады. Сол жылы актер әйелімен ақылдаса отырып үйлену тойларын жоғары деңгейде өткізеді. Той өткен соң актер қайта фильмдерге түсуді жалғастырады және дене бітімін қалыпты ұстау үшін джиу-джитсумен шұғылданады. 2018 жылы DC компаниясы Аквамен батырды жеке фильм етіп шығарады. Сәтті шыққан сценарий, ерекше компьютерлік графика және актерлардың үздік ойыны фильмнің керемет шығуына түрткі болды. Ғажап туынды әлем бойынша $1 миллиард көп табыс тапты. Аквамен образы үшін актер бұл жолы $14 миллион қаламақы алады. Меніңше бұл тым аз деп ойлаймын. Сол жылы Кендлер порталының ақпаратына сәйкес әлемдегі ең келбетті актерлардың бірі ретінде танылады. Көп замай жабайы киносына Қараңыз сериалына түседі. Қараңыз сериалындағы соқыр адамның рөлі үшін актер бір апта көзін тұмшалайтын маска киген. Сериал өте сәтті шығады және бір эпизод үшін Джейсонге $600 мың төленген екен. Екі кино туындыда сәтті шығып, жақсы пікірлерге себеп болады. Актер бұл уақытта Оскар марапатына арнайы шақырылып, ең үздік әйел образын хабарлайды. Осы марапаттау кешіне киген костюмінде көпшіліктің таңданысын тудырады. Актер жеке өмірінде өте әзілқой, сондықтан болар сенбілік түнгі шоу бағдарламасына жиі шақырылып, әртүрлі образдар сомдайды екен. Алайда Джимми Киммелдің шоуында Хала Драго образымен көтенін көрсетіп шығып, сынның астында қалғаны бар. Бұл бағдарламаның рейтингін түсіріп, актерға сыни пікірлер көп айтылады. 2009 жылы оның саяжайда түскен фотосы бәрінің күлкісін келтіреді, себебі дене бітімі әдемі жігіттің қарны салбырап тұрған еді. Көпшілік бұл суретті көріп семіріп кеткен бе, әлде жаңа образыма
деп болжаған екен. Сол жылы Джейсон танымал әнші Оззи Осборндың жаңа альбомына қолдау білдіреді және бір бейнебаянына түсіп береді. Сонымен қатар Аквамен образын Лего фильм 2 мультигінде дыбыстайды. Бұл уақытта актер табиғатты аялау акцияларына жиі қатысып, теңіз жағасындағы қоқыстарды тазалауға барынша үгіттейді. Бұл еңбегі ескерусіз қалмады. Оған себеп австралиялық GQ журналы актер Джейсон Момоаны жыл адам марапатына лайық деп ресми хабарлайды. 2021 жылы актер Аквамен образына қайта оралып, Зак Снайдердің Әділет лигасы киносына түседі. Фильм сәтті шықты және қомақты табыс табады. Оның артынша Netflix таспалаған Балақай фильмінде Дюна фантастикалық киносына түседі. Және де Бітімгер, Флэш фильмдерінде Аквамен образын эпизод ретінде сомдайды. Ал 2022 жылы Netflix түсірген Армандар елі фантастикалық фильміне шақырылады. Джейсон үшін тағы бір ерекше туынды болған бұл Форсаж 10 киносындағы Данте Рейс образы болды. Себебі бұл образ күлкілі әрі жауыз кейіпкер еді. Осы рөл үшін кинокөрермендер Джейсонның актерлық шеберлігіне риза болған деседі. 2022 жылы актердің әйелімен ресми түрде ажырасқаны расталды. Бұл туралы журналистер жарыса жаза бастады. Олар журналистерге келісім бойынша айырылысқандарын және ешқандай дүние бөліспейтіндерін айтады. Көп ұзамай Джейсон актриса Кейт Бекинсейл әнші, Эйса Гонсалес әнші әзілкеш, Мелисса Валенсиномен көңіл жарастырады деген ақпараттар тарайды. 2023 жылы көпшілік асыға күткен Аквамен киносының екінші бөлімі көрерменге жол тартады. Бұл жолы актер $15 миллион қаламақы алады. 2024 жылы Джейсон Момоа Адрия Архона есімді актрисамен кездесіп жүргені белгілі болады. Бір жылдан соң Майнкрафт компьютерлік ойыны туралы фантастикалық фильмде актер басты рөлді ойнайды. Фильм туралы нашар пікірлер болса да, кинотеатрдан $1 миллиард жуық табыс табады. Демек, өз көрермен тапты деген сөз. Қазір актер жануарға ұқсас адамдар анимациялық туындысына Супер қыздар фильміне түсуде. Сонымен қатар Данте образына қайта оралған соң Форсаж 11 киносына қайта жүздесетін боламыз. Қазір актердің табысы $40 миллион асады. Басқалармен салыстырғанда бұл аз десе де өзіне жеткілікті. Оның гаражында Range Rover, 1955 жылы Cadillac, Ford F50, автоүй секілді көліктерден бөлек мотоцикл, велосипедтер өте көп. Айтпақшы, әйелімен ажырасқан соң ол автоүйінде біраз уақыт өмір сүрген. Себебі өзінің жеке үйі әліге дейін жоқ. Қалайда сатып алуды жоспарлаған. Достар, Джейсон Момоаны маған ұнайтын ең керемет қасиеті ол телефон ұстағанын ұнатпайды. Почтасы да жоқ. Жалпы әлеуметтік желіні жиі қолданғысы да келмейді. Ол жапондық жазушылардың кітабын оқып өзін дамытады екен. Актер қызғылт түсті киімдер кигенін ұнатады. Оның айтуынша қызғылт түс тестостеронды қалыпты ұстап, еркіндікті сезіндіреді екен. Актер бос уақытында спортпен шұғылданады, электронды гитаралар тартқанда, тауда серуендеуді, мотоцикл айдағанда, садақ пен балтаны шебер атқанын ұнатады. Ал ең сүйікті хоббиі сурет салу. Актердің денесінде бірнеше татулар бар. Жүрек тұсына ұлы мен қыздың атын жазса, саусағына қайтыс болған досының атын жаздырған. Ал қолында гавайлық үшбұрыш кескін бейнеленген. Джейсонның түсірілім уақытысы бірнеше жылға жоспарланған. Мысалы, 2027 жылы әскербасшы Дантенің қолында фильмдері де жарыққа шығады деп жоспарланған. Жеке өміріне келсе, қазіргі уақытта актриса Адриямен кездесіп жүр. Десе де бұрынғы әйелімен перзенттермен жақсы қарым-қатынаста. 46 жастағы Джейсон Момоа кино мансабында 50-ге жуық фильмдерге түсіп, әртүрлі образдармен көрерменнің көңіліне жол тапқан талант иесі. Оның түр әлпеті, дене бітімі және ерекше таланттар қашан ел назарында. Достар, алдағы уақытта арнамызға жаңа ақпараттар шығатын болады. Сондықтан YouTube арнамызға жазылып, лайк басып, қазақша контенттерімізге қолдау көрсете отырыңыздар. Арнаға қаржылай көмек көрсетем дегендер үшін төменде карта нөмірі қалдырамыз, және сіздерден кез келген қолдауға біз дән ризамыз. Келесі видео ақпарат қай танымал жұлдыз туралы болған қалайсыз? Төменге пікір бөліне жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар достар.